Өмірде ақылды әйелдің бірнеше түрі бар. Бірі сөзге шешен, бірі іске мығым, бірі сабырлы, бірі сыр сақтай білетін. Ал нағыз ақылдысы осы қасиеттердің бәрін орнымен қолдана білетін әйел. Ақылды әйел ол тек білімді емес, ол жағдайға қарай сөзінде, үнінде, күлкісінде, көз жасында тарта білетін әйел. Өмірдің қилы жолында ақылды әйелдің бірнеше түрі кездеседі. Бірі күйеуін көтеріп жүреді, бірі бала тәрбиесін бекем ұстайды. Бірі отбасын ұйытып тыныштық орнатады. Ал ең үлкен даналық осы үшеуін бір жүректе тоғыстыра алған әйелде. Ақыл әйелдің көркі, бірақ ол көрік көзге емес, іске көрінеді. Бір әйел тыныштық әкеледі, бір әйел шабыт береді. Ал бір әйел бүкіл бір әулеттің тағдырын өзгерте алады. Өмірден көргені көп әйел ақылды, көргенінен сабақ алған әйел дана, ал көргенін өзгеге үйрете білген әйел нағыз ұстаз. Ақылды әйелдің бір түрі тыныштықты сақтайды, бір түрі отты өшіреді, бір түрі сөзімен жүректі емдейді. Ал шын ақылды әйел өз ақылымен бүтін бір әулетті аман алып шығады. Білімді әйел көп, бірақ ақылды әйел аз. Ақылды әйел өзіне де, өзгеге де жақсылық әкелетінін білетін жан. Ол дау туар тұста үнсіз қалады. Шешім керек кезде тайсалмайды. Махаббат керек кезде өзін ұмытып жүрегін ұсынады. Ақылды әйел күйеуінің алдына шықпайды. Артында да қалмайды. Қасына қатарласып бірге көтеріліп бірге еңкейеді. Оның ақылы үнсіз қолдаудан, іштей демеуден көрінеді. Кей әйелдің ақылы асқан білімінде, кей әйелдің ақылы сарқылмас сабырында, ал ең көркемі жаратылысынан ақ жақсылыққа бет бұрған кішілік пен кісілікті қатар ұстаған әйелде. Ақылды әйел жарына да, балаға да, айналасына да көркем мінездің үлгісі, оның бар болуы тыныштық, сөзі терең, жүрегі мейірім, өмірі сабыр мектебі. Ақылды әйел отбасын өрге сүйрейтін тыныш күш. Ол дау айтпайды, дәлелмен көрсетеді. Ол жанды жауламайды, жүректі жұмсартады. Оның жеңісі жан ұясының амандығы, баласының адамдығы, ерінің биіктігі. Әйелдің ақылы тек білімімен өлшенбейді. Ақылды әйел күйеуінің абыройын асыратын, баласының болашағын ойлайтын, әке-шешесіне құрметпен қарайтын, қайын жұртына кішілікпен бас иетін әйел. Ақылды әйел тағдырға ренжімейді, өмірге өкпелемейді, қиындықты күрес емес сабақ деп қабылдайды. Махаббатты сөзбен емес іспен дәлелдейді. Оның шынайылығы әр әрекетінен сезіледі. Өмірде ақылды әйелдің 3 түрі бар. Бірі тыныштық сыйлайды, бірі тірек болады, бірі тіршіліктің мәніне айналады. Бірақ ең ұлысы осы үшеуін де үнсіз атқара алатын әйел. Ақылды әйел жұбайының алдында дана, баласының алдында мейірімді, қайын жұртының алдында ибалы, ел алдында ибалықтың көрінісі. Оның сөзіне емес үнсіздігін тыңдай білген адамға ғана нағыз тереңдікті ұғынады.